Сәлеметсіздер ме? География пәні 11 сынып. Сабақтың тақырыбы энергетикалық және шикізат проблемалары. Сабақтың мақсаты. Білімділік мақсаты оқушыларға адамзаттың шаруашылық іс-әрекетінің нәтижесінде және энергияны тұтыну көлемінің артуынан туындап отырған өзекті мәселелердің бірі. Жер шарындағы отын және шикізат тапшылығының туындауы туралы жалпы мағлұмат беру. Дамытушылық мақсаты өз ойларын еркінде сауатты, нақты жеткізу, сыни ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Тәрбиелік мақсаты жан-жақтылыққа, ізденімпаздыққа баулу, тыңдай және сөйлей білу мәдениетін арттыру, ұжымдыққа, сыйластыққа тәрбиелеу. Шикізат қорының шектеулігі. Адамзаттың шикізатты пайдалану ауқымы мен деңгейі қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерімен анықталады. Яғни, шикізат түрлеріне сұраныс жер шарында халық санының өсуімен, өндірістің қарқынды дамуымен байланысты. Жылдан жылға арта түсуде. Мысалы, соңғы 20 ғасырдың ішінде жер қойнауынан адамзаттың бүкіл тарихында өндіргенін әлдеқайда көп пайдалы қазбалар алынған. Тек соңғы 100 жылдың ішінде ғана қазба отын түрлерін тұтыну мөлшері 30 есеге жуық артқан. Барланған мұнай, газ, көмір қоры шектеулі. Тау-кен химиясы өнімдерінің мөлшері төмендеуде. Өндіру және тұтыну аймақтарының арасында айырманың артуы проблеманы күшейте түсуде. Ғалымдардың есебі бойынша көмір 600 жылға, мұнай 90, табиғи газ 50, уран 27, ал басқа отын түрлері 800 жыл көлемінде жағылып бітеді. 2010 жылдан бері минералды шикізатқа сұраныс дүние жүзі бойынша 3 есеге артқан. Энергетикаға сұраныс 10 миллиард тоннадан 20-27 миллиард тоннаға артты. Минералды ресурстардың әр мемлекетте әрқалай дүние жүзі бойынша біркелкі таралмаған. Қазіргі дүние жүзінің 40 елінде атом электр станциясы бар, немесе салынып жатыр. Олардағы блоктардың саны 445-ке жетеді. Олардың үлесіне дүние жүзіне өндірілетін электр энергиясының 17% тиесілі. Кей елдерде атом электр станцияларының электр энергиясы өндірісіндегі үлесі басқа энергия көздерімен салыстырғанда басым. Мысалы, Францияда 77%-ға, Литвада 83%-ға тең. Осыған қарамастан көп елдерде атом электр станциялары салынуда. Жер шарындағы энергетикалық және минералды шикізат қоры Реймерс және Вольский ғалымдар бойынша. Шикізат түрлері көріп тұрғандарыңыздай 8 шикізат көздеріне бөлінген. Сонымен қатар қорлары және пайдалану болашағы. Мысалы, мұнай шикізат түрі 270-300 миллиард тонна, жылына 3 миллиард тонна жұмсалады. Қоры 30-50 жылға жетеді. Табиғи газ 145 триллион метр куб, жылына 2300 миллиард метр куб жұмсалады. Қоры 30-60 жылға жетеді. Ал көмір болса 1,5 триллион тонна қорымен жылына 5 миллиард тонна жұмсалады. Қоры 200 жылдан астам мерзімге жетеді. Шымтезек 150 миллиард тонна. Күлі көп және өндіру процесінің зиянды болуына байланысты мардымсыз пайдаланылады. Атом ыдырауы мен ядро синтезі кезінде бөлінетін энергия қоры іс жүзінде сарқылмайды. Өндіру қалдықтары залалсыздандырудың сенімді жолы табылғанша қауіпті. Су энергиясы қоры шектеулі. Күн радиациясы қоры іс жүзінде сарқылмайды. Болашақта пайдалануға мүмкіншілігі мол. Ал мыс қорғасын қоры шектеулі. Бар жоғы 15-20 жылға жетеді. Сонымен қатар, дәстүрден тыс энергия көздеріне өзен сулары, күн энергиясы, жел энергиясы,
жердің ішкі жылуы және мұхит энергияларын жатқызуға болады. Шикізат тапшылығын жою жолдары. Шикізат тапшылығы проблемасын шешу үшін қазірде жаңа кен орындарын игерумен қатар шикізат түрлерін жасанды жаңа материалдармен алмастыру, металл сынықтарын қайта қорытып пайдалану, қағаз қиқымдарын екінші рет өңдеу сияқты шаралар пайдаланылуда. Мысалы, қазірде өндірісте пайдаланылатын металлдардың 30% аса қайта қорытылған металл сынықтары болып табылады. Сонымен, шикізат қорының шектеулілігіне неғұрлым арзан пайдалы қазбалардың болашақта сарқылатындығына байланысты шикізат пен энергияны үнемдеу, ресурс сақтаушы технологияларды көп пайдалану қажеттілігі туады. Тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындасақ. Бірінші тапсырма. Кейбір елдерде шикізат энергетикасы проблемасы болмағанымен, бұл проблема ғаламдық деп саналады. Себебін түсіндіріңіздер. Екінші тапсырма. Қазақстанның энергетикалық проблемасын шешу жолдарын жазу. Үшінші тапсырма. Қазақстанның шикізат проблемасын шешу жолдарын жазыңыз. Үй жұмысына жаңа ғасыр, жаңа энергетика тақырыбына инновациялық идеялар ұсыну. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.